Саусақтарыңызды аямай лайк басып тастаңыздар. Лентаға көбірек шығып, жаңағы тұруға жақсы. Жағымды жаңалық. Орыстың шипасы біткен үстіне бітіп, ең соңында әлемдегі ең сорлы, ең кедей, ең жабық ел Солтүстік Корейден қару-жарақ алуға күні түсіпті. Бұл әлем тарихында масқара болған үлкен оқиға. Солтүстік Корей дүние жүзіндегі ең масқара кедей ел. Осы уақытқа дейін халқы киіні жарып, киім кие алмай, қарны тойып ас іше алмай отырған ел. Және қазіргі Солтүстік Корейдің билеушісі ол үшінші ұрпақ. Атасынан әкесіне, одан өзіне қалып отырған билеу. Енді осы Солтүстік Корейде азық-түлік жетіспей аштық болып жатқан. Орыстар енді азық-түлікті оған беріп, қару-жарақты одан алмақ екен. Бұнымен сербиялық азамат осы делдалдықпен айналысып деген Америка біліп қойып, оның компаниясын есеп-шоттарын жауып санкцияға іліп жатыр екен. Бұл енді қазіргі дүниедегі ең бір қызық тақырып болып, батыстық әлеуметтік желіде орысты масқаралап күліп жатыр. Күні кеше әлемдік екінші үлкен держава, дүние жүзіндегі екінші үлкен әскери мемлекет делінетін орыстың күні Солтүстік Корейге Иранға қалғаннан кейін ақ жұрт не болғанын біліп отыр. Ең қызығы Украинаның қор биржасы, яғни Украинаның жарна базары аяқ астынан күрт көтерілді. 47% жоғарғы өсім, жоғарғы көтерілімменен дүние жүзін таңырқатып отыр. Сіздерге қысқа нұсқа бір нәрсені айтайық. Әдетте саяси сарапшылар мен экономикалық сарапшылар мына бәлен елдің экономикасы мына өседі, мынаған ақша салды. Бірақ оған шынында салып жатқан жұрттың қатысы қанша екендігі белгісіз. Бірақ дүниедегі ең сезгір, ең сезімтал адамдар олар кімдер? Олар өзі тапқан ақшасын өзі сол әлемдік қаржы нарығына, яғни жарна базарына салады. Себебі олар жарна базарына 100 мың салама, $1 миллион салама, одан пайда көрсе өзі, зиян чексе өзі. Сондықтан олар бұндай нәрседе өте сезімтал болады. Ал саясаткерлер, сарапшылар, телеарнадағы ана үгітшілер немесе жұртты мынау жарна нарығынан қалай ақша табуға үйрететіндер, олар шын мәнінде олар өз ақшасы емес, олар жұрттың ақшасына жол көрсетеді. Олар кей нәрселерді дәл мұна өз ақшасын салатындардай дәл айта алмай жатады. Міне Украинада жарна нарығы 47% көтерілгені мына бүкіл дүние жүзіндегі мына мұрны ең иісшіл доллардың, евроның иісі қайдан шығады соны білетін жаңағы қаржыгерлер қазір Украинаны оң көріп отыр деген сөз. Міне бұл жағымды жаңалық. Ал тағы бір жағымды жаңалық, анау екінші дүниежүзілік соғыстан бері енді қолданылмайды деген екі сирақты алдында тұмсығы бар кәдімгі баяғыда тіпті атқа сүйретіп алып жүретін зеңбіректерді екінші дүниежүзілік соғыстан кейін мүлде өндірістен тоқтаған, бірақ енді темір ретінде қорытып жіберсе обалсынып сақтауда тұрған ескі әскери техникаларды орыс енді алдыңғы шепке жөнелтіп жатыр екен. Бұл да батыстың ресми және бейресми медиаларында жұрттың бәрінің шексілесін қатырған оқиға болды. Қысқасы орыс енді анау 40-50 жылдарда өндірілген қаруларын 40-50 жылдарда тіпті мүлде енді мынау жарамайды деген қаруларын өндіретін деңгейге түсті. Өткенде бір орыстың солдаты кәдімгі бел арқасына түлкінің терісін байлап, қолына садақ алып, жаңағы сөйтіп бір ажуа видео түсірген, тура сол заман бұларға қайтадан келіп жатыр екен. Бұл да жағымды жаңалық. Енді бір орыстың барар жер басартауы қалмағанда Африкадан Уганда дейтін ел біз орысқа көмектесеміз деп мәлімдеме таратты. Бұның арты екі түрлі. Бұл Африка елдерінің көбі Еуропа, Американың кәдімгі гуманитарлық көмегіне сүйеніп өмір сүреді. Олар өстіп орысқа көмектесеміз дей қалғанда батыстың жаңағы гуманитарлық көмегі оларға көп беріле қалуы мүмкін. Немесе қандай да бір өздерінің бір саяси ұпайларын, талаптарын орындату үшін өстіп әлек салатын елдер де бар. Жуырда ғана мынау Гондурас
Тайваньмен қатынасын үзіп, Қытайменен дипломатиялық қатынас орнатпақшы болды. Мақсаттары не? Қытай оларға көпір анау мынау салып береді екенбіз. Баяғыда Венесуэла дегенде солай болды. Ең соңында сол Венесуэла Қытайдан бәленбай миллиард қарыз алып, ең соңында ол қарызбен салған ештеңкесі де жоқ, ақша да жоқ, мемлекет қазір тасталған болды. Мына Американың бәрі Венесуэланың сұлу қызына қарқып қалды. Білесіздер, Венесуэла әлемде сұлу қыздар ең көп шығатын ел. Енді олар да сол мемлекет тасталған болды. Сол Венесуэланың басшысы Қытайдан бар бәлен миллиард қарыз алғанда сол мемлекеттің құртатындығы белгілі болды. Ал жағымды жаңалықтарымыздың легін тағы да жалғастырамыз. Қытай Коммунистік партиясы мына дүние жүзіндегі бірінші мына батарейка өндіру, батарея. Мына көліктің бәрі, анау мынаудың бәрі сол электрмен жүретін болып, соны өндіретін компаниясының енді нысанаға алғанын ұқсап тұр. Себебі Қытайдың осы жуырда болған жиналысында осы батарейка өндіретін дүние жүзіндегі ең көлемді Венгрияда зауыт салған, тағы ана мына елде зауыт салған дүние жүзіндегі осы көлік батареясына, электрмен жүретін көліктердің соның батареясын өндіретін сол бәленбай ықпалды дүние жүзінде бірінші сол зауыттың бастығы бізді өкімет қолдасын, ақкөк анау мынау біз дүние жүзінде нарықта мындай орнымыз бар деп бұлжырап сөйлеп жатқанда Ши қысқа соны сөзін белінен жіберді. Яғни енді сен халықарада сенің сондай атақты болғаның өзіңе пайда бермеу мүмкін дейді. Ши қыңыр қисық сөйледі. Украина туын көрдіңіздер ме? Украина, Америка барлық жерде Украина. Ал қызық жағдай ол деген сөз, мына Шиді білесіздер, қай салаға кірсе сол саланы құртады. Ол Қытайдың миллиардерлерін құртушы. Яғни ол айтқанда жеті басты жалмауыз қай салаға шүйліген соны құртады. Мысалы Алибабаны құртты. Айтпақшы, Джек Ма қашып түсіп Испанияда жүрген, енді Джек Ма қайтып кетті. Жұрттың бәрі таңырқап жатыр. Джек Ма деген кім? Анау баяғыда Қазақстанға келгенде ыржал ақтап, ана біздің Қарин бар, ана шайтан Қарин. Тоқаев Назарбаевтың қасындағы киімді шайтан Қарин деген бар. Сол Қарины бар, бүкіл қазақ қырылып, ой-пай деп баласының аузына түкіртіп, ат қойғызтып, тұсауын кескізтіп, өліп қала жаздаған анау Джек Ма деген сұмырай бар. Коммунистер қолдан жасаған миллиардер. Сол Джек Ма мына Алибаба, Алиэкспресс дегеннің несі. Мына Қазақтан шыққан нөмірі бірінші алаяқ Ахметбек Нұрсила деген бар. Сол Алиэкспресстің тауарын алып сатады. Сөйтіп қазақтарды алдап, қиналып жүрген кәсіпкерлерге ақыл айтып, ақыл сататын алаяқтар. Өздері миллиардер емес. Менің бәлен робот компаниям, түген робот компаниям оттаған сөз. Бір робот өндіріп пе? Bir робот тышқан, робот құмырсқа өндіріп пе? Жоқ. Бәрі өтірік, формалды қолдан, киімбінің қолдан жасаған адамдар ең соңында жаңағы итке де битке де керегі қалмаған кезде сөйтіп елді алдап алаяқ болып ақша тауып жүрген адамдар.